21 Аңсар Нұрғали, шабуылдағы 2 ойыншы бұлар. 7 алды, сондықтан төреші шабуыл тоқтатпаудан мүмкін. Қақпаға соққы. Қазір тамаша мүмкіндікті Арғын Жұмаги. Осылайша бұл матчтағы ең қауіпті шабуылды әзірге Оқжетпес командасы ұйымдастырды. Қараңыздар, қақпашы түкті істей алмады. Қорғаушының қателігі және қақпа беріледі. Қайталап көрейік. Тамаша соққы. Соққы жағынан Платон қалды. Платон соққысы. Қақпаның ақсы қазір бір-бірін түсінді. Көкшетаулықтар Академия қорғанысында бір ғана ойыншы қалды. Қақпаға қарай соққы. Тура қақпа. Қорғаныс шебіндегі өрескел қателік бұл. Академия футболшылардың қақпашыда доптың алдынан шықты. Әрине ол басқа не істейді енді Әнуар. Рахымбаев допты көтеріп берді, бірақ биік. Дегенмен ар жақта тағы бір Академияның тағы бір ойыншысы бар. Соққы жасалама. Қақпаға соққы. Есеп 1-0. Гол авторы 11-ші нөмірі Платон Шипицин. Сен соқпасаң, саған гол соғат деген осы міне. Есепті өзгертті. Сол қапталдан берілген пас. Одан кейін допқа Алан Бабашевтың аяғы тиді. Бабашевтан кейін Платон Шипицин соққы жасап отыр. Тағы бір гол соғуға мүмкіндік бар негізі. Тура қақпашыға теп. Ал мұн жерде Бабашевта жақсы мүмкіндік болды. Қараңыздар, тура ортаға теуіп отыр. Қақпашы берген пас капитанның өзіне қайтарды. Қақпаға соққы жасалмады әлде. Міне адам. Ардын. Тағы да алыс бұрышқа пас. Қандай мүмкіндік. Ескендір Әнуарбек. Қалымжанов көтерді бұған дейін допты. Шабуыл жалғасады. Капитан тағы да допты алды. Жақсы соққы. Есеп 1-1. Ескендір Әнуарбек ақыр соқты голды. 2 рет бұған дейін ода мүмкіндік болды. Міне қазір тамаша соққы. Қараңыздар, допты қалай қабылдады, өзіне жақсы ыңғайлап алды. Алыс бұрышты көздеп отыр. Қақпашыда, қақпаның қарсы алдында. Жаман емес Оқжетпестің ойына. Қазір мүмкіндік болады. Тағы бір соққы жасай ала ма? Жоқ. Мына жерде Темірланның баспен допты өзіне ыңғайлағысы. Заречный пас беріп үлгерді. Әмір Оспанов өте жақсы пас. Әмірхан Маратов. Маратов допты қалдырды. Есеп 2-1. Гол авторы Давид Заречный. Заречный 3-ші голын соғып отыр олда чемпионаттағы. Болсылар өте жақсы шабуыл ұйымдастырды. Әмірхан Маратовтың керемет пас бергенін айта кетейік. Қараңыздар, қалай 3 ойыншыны өзіне қарай тартып алды. Сөйтіп ар жақта жүгіріп келе жатқан Заречныйға доп дайындап берді. Ал Заречныйды жауып үлгермеген Тайыр Дәу. Шабуыл жалғасады. Қақпаға соққы, бірақ екеуі де алаңға жаңа шыққан футболшылар. Әмірхан да айбында. Заречный тамаша соққы. Қазір көмекке Артем Шалыгин келді. Шалыгин пас беріп отыр. Қақпаға соққы. Қақпа бағанасына тиді. Шалыгин жақсы байқады міне. Қарамай тұрып пас берді. Жобалап берді және дәл шығарып отыр допты. Соңғысы ереже бұзды. Ал қазір Әмірхан Маратов Заречныйға пас шығарды.
Заречный, қайтадан Маратов. Маратовтың басы қақпаға соққа, есеп 3-1. Айбын Дәулетұлы. Ойынға жаңа қосылған футболшы. Заречный өтіп кетті. Доптап одан кейін Маратов пас берді. Айбын Дәулетұлы қақпаны дәл көздеді. 3-1 есеп. Қазір Көкшетаулықтардың соққысы, есеп 3-2. Әмірхан Ыбыраев. Қалай жылдам есе қайырып гол соқты қазір. Көкшетаулықтар, Ыбыраев гол авторы. Жамкеевті көрсетуде. Жамкеевке шығарған екен, өте дұрыс. Ыбыраев пас беріп отыр. Ыбыраев пас берді. Күшейе түсті. КФФ Академияның оқ жетпес. Заречный. Шалыгинге пас. Шалыгин өтті. Шалыгин соқ жасай аламады, жоқ па. Төреші пенальти белгі. Қақпаға соққа Заречный. Дубль автор атанды. Білмеймін енді, бұл пенальтидің бағасын беретін төрешілер әрине. Қақпаға соққы! Тамаша соққы! Есеп тағы да өзгерді. Әлиасқар Рахымбаев есепті 5-2-ге жеткізді. Қараңыздар, өзі алды допты, өзі әкелді. Қақпаға тіпті аса бір жақындаған жоқ. Ыңғайы келген тұстан соққы жасады, есепті өзгерте салды.